саламатсыз ба? Мен Орысмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы Маңғыстау индустриялық техникалық колледжі құқық, тарих және қоғамтану пәндерінің оқытушысының Таймасова Ләззат Еділханқызы. Бүгінгі түсіндіретін сабағымыз тақырыбы ол қылмыстық құқық. Сабақтың түсіндірер алдында мен осы сабақтың мақсатымен таныстырып оқушыларға қылмыс ұғымын және түрлерін, қылмыс жасаған жағдайда азаматтарға берілетін жазалар туралы, құқықтың барлық салаларын құрметтей отырып, заң алдында барлық азаматтардың теңдігі, ешкімнің ар-намысына тимеуге және балағаттауға, бөтеннің мүлкіне қол сұқпауға, сонымен бірге оқушыларға құқық бұзушылықтың алдын алуға, құқық бұзған үшін кінәлі азаматтардың заң бойынша жауапқа тартылатындығы туралы түсіндіру және адамгершілік ізгі қасиеттермен ар-ождан бостандығына, адалдық пен мейірімділігіне баулу арқылы құқықтары мен міндеттерін бағыттай отырып құқықтық тәрбие беру. Оқушылардың бойында құқықтық білімді қалыптастыра отырып, саяси саналығы мен таным белсенділігін арттыру, заңдарды талдай отырып, өз бетімен салыстыра білуге, өмірде қолдана білуге баулу. Бүгінгі тақырыбымыз қылмыс құқығы. Бүгінгі жоспарымыз бірінші қылмыс дегеніміз не? Қылмысқа дайындалу дегеніміз не? Қылмыс жасау сатылары қандай? Жаза дегеніміз не? Жазаның түрлері қандай? Және қылмысты орындаушы, көмектесуші, ұйымдастырушы дегендері кім? Сабақтың түсіндірер алдында қылмыстық құқық дегеніміз не туралы оқушыларға айтып кету. Қылмыстық құқық ол қылмыстықты және қоғамдық жүйесіне қауіпті іс-әрекет үшін қолданылатын жазаны айқындайтын заң нормаларының жиынтығынан тұратын құқық саласы. Қылмыстық заңнамалардың төмендегідей үш міндетін атап көрсетуге болады. Бірінші ол қорғау, екінші алдын алу, яғни профилактика және тәрбиелік. Қорғау дегеніміз қылмыстық құқықтық шараларды қолдана отырып, қылмыстық құқықбұзушылықтан қорғау міндеті. Ол үшін қылмыстық заң қылмыстық әрекеттердің шеңберін, түрін және оған қолданылатын жазаның мөлшерін анықтайды. Екінші ол алдын алу. Алдын алу міндеті қылмыстың алдын алу, оны болдырмаудың жолдарын қарастыру, немесе қылмыс жасаған тұлғаның қайта қылмыс жасамауының алдын алу. Бұл мақсаттар әртүрлі қылмыстық құқықтық шаралар қолдану арқылы іске асырылады. Және үшінші ол тәрбиелік. Тәрбиелік міндетті қылмыстық құқықтың барлық институттары мен шаралары атқарылады. Яғни ол жаза, қажетті қорғаныс, мәжбүрлі қажеттілік. Қылмыстық құқықтық субъектісіне қылмыс жасаған жеке тұлғалар мен мемлекеттің құзыретті органдар жатады. Олар бірінші тергеу,
адамдар құрып салса. Ал енді қылмысқа қатысушыларға келсек, онда ол төрт сатыға бөлінеді. Ол ұйымдастырушы, яғни қылмысты ұйымдастыратын адам, азғырушы, көмектесуші және орындаушы. Ал енді құрметті студенттер, мен сіздерге үй тапсырмасын бергім келіп тұр. Мынандай екі ситуация. Осы екі ситуацияны үйде ойланып, сосын келесі сабақта маған жауабын бересіздер. Шахтаның жару әрекетімен айналысатын қызметкерлері Нұркенов пен Асанов жұмыс жоспарларында көрсетілген бірнеше жарылысты шахта шеберіне айтпай өз беттерінше жасады. Бірақ жарылыс жасау жерлеріне жақын маңда жұмыс жасап жүрген жұмысшыларға ескертпегендіктен олардың бірі Әлібеков қайтыс болды. Ал енді сіздерге сұрақ. Нұркенов пен Асанов қандай қылмыс жасады? Олардың әрекетінде терроризм құрамы бар ма? Ал енді екінші ситуацияға көшсек, адам кісі өлтірмекші болып пәтердің кіре берісіне енеді. Ал өлтірмекші адам төр үйде ұйықтап жатады. Дәл осы уақыт оның қылмысқа оқталғанын білдіре ме? Әлде дайындалғанын білдіре ме? Егер ол кісі өлтірмекші болып емес, ұрлық жасамақшы болып істегенсе, онда ол қай саты болар еді? Осы екі ситуацияны мен сіздерге үйге тапсырма бойынша беремін, және